Алпамыс Өскенбайұлы Қазмедиа орталығы медиа мектепке қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Жалпы ауа райы сіздің көңіл күйіңізге қалай әсер етеді? Жоқ, ауа райы маған ешқандай ықпал етпейді, себебі жұмыс бабымен көп елдерде, көп қалаларда болуға тура келеді. Сол кезде әрбір ауа райына тез адаптация жасауға үйренгенмін. Бірақ ауа райын деген бізге ол адам жасамайды ғой, ол бір ауа райын қолдан жасап ала алмаймыз біздер ешқашанда. Сондықтан оны жасанды дүние емес. Оған мысалы Астананы айтады, Астананың қысы суық дейді, сонда Астананың қысы суық деп жыл сайын сонда қорқып тонып қарсы алу керекпіз бе, жоқ әлде басқаша қарсы алу керекпіз бе? Мен өзім күнде о Астана, о аяз деп қарсы аламын да. Сондықтан ауа райы маған ешқандай ықпал етпейді. Енді мен сізден сіз танымалсыз ба, өзіңізді танымалмын деп ойлаймын дегендей сұрақтар қоймай қойын, біз үшін сіз өте танымал жансыз. Жалпы мына 100 мыңға жуық Инстаграм желісінде болсын, басқа әлеуметтік желілерде болсын, тіркелушілеріңіз бар екен. Танымалдықпен қалай күресесіз? Танымалдықпен жалпы күресу керек пе? Және танымалдықтың жағымды әрі жағымсыз жақтары қандай? Жақсы жақтары, сен қоғамға, ол мен өзімді айтып тұрған жоқпын, жалпы танымал адамдардың жақсы жақтары қоғамға өздерінің ойларын білдіре алады. Сол ой арқылы қоғамның ойын өзгерте алады. Ал жағымсыз жағы соны дәл осыны теріс жағынан қолданатындар көп. Яғни өзінің сондай ойын, пікірін өтетінін біле тұра, жаңағы белгілі бір менталитеттердегі эстетикалық нормаларды сақтамай, оны кері жағынан қолданатындар болады. Сондықтан әр адам, мен өзім пікірім, танымалдылығы бар адамдар, олардың алдында үлкен жауапкершілік бар. Сен өзінің күнделікті салып жүрген әлеуметтік желідегі посттарына жауаптысың. Сен күнделікті өзінің өмірінің жаңағы ұстанымдарына жауаптысың. Егер сен танымалдылықты қалап соған келдің бе, сенде сол бар ма? Бұл жоқ, мен жеке өмірім деп Инстаграмда ондай қарауға болмайды. Себебі саған миллион подписчиктерің бар, сені көрермен қарап отыр. Сен олардың алдында жауаптысың. Олардың ішінде 18-ге толмаған адамдар бар. Ақ пен қараны айыра алмайтындар бар. Сондықтан әрбіреуіне танымал адамдар өздерінің әлеуметтік желідегі жаңағы подписчиктердің айтамыз, жазушылардың алдында үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Алпамыс, сіз өзіңіздің өмірлік ісіңізді таптыңыз ба? Таппасаңыз, немен шұғылданғыңыз келеді? Мен әлі жаспын. Мен әлі ізденісім бәрі алда. Бір ойбай осы жасқа келдім деп үлкен шалдар сияқты бір бітіп өзімнің мақсатыма жеттім деп айта алмаймын. Барлығы алда, адам баласы қазір жастық шағында, әлі 30-қа толған жоқпын. Тіпті европалықтар 30 емес 40-қа дейін өздерінің жаспыз деп есептеп 40-тан кейін ғана үйленуді қолға алып жатады. Сондықтан мен өзім бір бағытымды білем, ол қайырымдылық. Көбінесе қайырымдылықпен айналысқым келеді. Оның айтып айтпай жатқан жақтары көп. Әлемді өзгертуге, бір Қазақстанға емес, әлемге бір өзімнің қолтаңбамды қалдыруға осы жөнінде. Бір сәлде болса қазіргі болып жатырған жаһандық мәселелер көп. Сол жаһандық мәселелерді бір қандай да бір шешімін табуға, соларды бір шешуге деген өзімнің қойған мақсаттарым бар алда. Халық сізді Димаш Құдайбергеннің пиар менеджері ретінде біледі, қабылдайды, таниды. Жалпы ең алдымен Димаш Құдайберген ол сіздің өмірлік досыңыз. Сіз үшін Димаш Құдайбергенов сәтті шыққан жоба ма? Жалпы оны жоба деп атауға бола ма? Және мұндағы достықтың кепілдігі қандай? Сізге деген бұл жобаның пайдасы қандай, пайдасы бар ма? Және Димаш Құдайбергенұлы пиар менеджерді қажет ете ме жалпы? Димашты ең бірінші жоба деп қабылдауға болмайды. Димаш ол құбылыс. Себебі оны жобаны бір арнайы адамдар дайындайды. Оны дайындап барып жаңағы бір бәйгеге қосады, оны сынайды, одан қарайды деген сияқты. Бұл жерде ол бәйге болып жатырған тұлпарлардың алдында келе жатырған ең мықты сәйгүлігіміз де ол сол үшін ол дүниеге келген. Оның болмысы, құбылысы, барлық бітімі соған арналған. Димаш үшін пиар менеджердің қажет жоқ. Себебі ол өтірік болады, мен Димаштың пиар менеджерім, ойбай, мен Димашты танытып жүрмін деген әңгіме, ол күлкілі жағдай. Мен өзім ойымша. Бір белгілі бір кездерде менің өзімнің достық ретінде көмегім керек болған да шығар. Бірақ мен өмір бойы Димаштың пиар менеджері болам деген ол тіпті естіген адамға күлкілі нәрсе. Әр мамандықтың өзіне тән мансап баспалдығы болады екен.
мұғалімнің болсын, медицина саласындағы жұмыс жасап жатқан қызметкерлердің болсын, өзінің мансап баспалдағы болады. Ал осы сіз жүрген ортада, шоу-бизнеста мансап болу керек пе? Және ол қалай бағаланады? Және бұндай мансап баспалдағы керек пе шоу-бизнесте? Сіздің ойыңыз қандай? Мақсат болса, ол мансап өзінің баспалдағымен алға қарай жетелеп, сол мақсатқа қарай жүре береді. Мансаптың ең белгілі бір шегінде адам өз-өзінің кім екенін бірінші көріп алу керек. Мен кім бола аламын, кім болғым келеді, қандай нәрсе қолымнан келеді деп. Сосын сенімділік, екінші адам сену керек өз-өзіне. Сол мансапқа баспалдаққа шығуында расымен де оның күші, ауқаты, әлі, оның болмысы, жалпы жағдай келе ме, келмей ме, соны бірінші өзі саялап, саралап алу қажет. Содан кейін барып ол мансапқа адам баласы бір бойсынып, оған қарай жүгіріп, әлі келгенше жетелеп шығу керек деп ойлаймын. Себебі мысалы мен мысал келтіріп айтамын. Дәл осы отырған Қазмедиа орталығына мысалы 5-6 жыл бұрын мен үшін кіру арман болатын. Расында да бұл жерге кіріп, бірақ мен Оралдан келдім. Оралда жүрген кезде мен үшін Қазмедиа орталығы енді әлі де солай, бұл бірақ қандай бір мүлдем қол жетпейтін, ол жерге мүмкін емес бір орталық сияқты болып көрінді. Бірақ мен өз-өзім алдыма мақсат қоя бастадым. Жоқ, Қазмедиа орталығын кіру мүмкін, ол жердегі мықты журналистермен тәжірибе алмасуға болады деген сынды. Содан Астанаға келдім. Астанаға келгенде де менің батылым барған жоқ. Мен өзім алдыма мақсатым бар, бірақ батылым, сенімділігім жеткен жоқ. Одан кейін кіріп Қазмедианың сыртына бетіп қарап тұратынмын. Қашан осы Қазмедианың ішіне кіріп, мықты журналистпен тәжірибе алмасы, жақсы теле бағдарламаларға жасасам қолымнан келеді ғой деген сияқты. Содан кейін мен сенімім арыға қарай жетелей бастады. Соның нәтижесінде бүгін Қазмедианың 21-ші этажында сізбен бірге сұхбат беріп отырмын. Қайырымдылық жөнінде сөз қозғадық. Жақын арада Орал қаласында Гранд Бал атты үлкен қайырымдылық балы өтті. Жалпы неге қайырымдылықпен айналысқыңыз келеді? Оған неге түрткі болды? Біреуге бірдеме дәлелдегіңіз келе ме? Әлде өз-өзіңізге бірдеме дәлелдегіңіз келе ме? Осы жөнінде айтып кетсеңіз. Қайырымдылыққа жалпы барлық адам бірдей мұқтаж. Сіз де, мен де. Сосын біз бір арбамен кетіп бара жатырған адамды көретін болсақ, сол адамға ғана мына кісі мүгедек деп сондай ішкі бір аянышпен қараймыз ғой. Бірақ біз бәріміз мүгедекпіз қоғамда. Себебі әрбірімізге жақсы сөз айтпаса, біреу расында да көңіліміз түсіп тұрады. Сізге таңертең сүйіктіңіз жылы сөз айтпаса, үйіңізден анаңыз хабарласып бір айналайын айтпаса, көңіл күйіңіз болмай жүреді, рас қой. Сол сияқты менде де солай, барлығымызда да солай, бір жақсы сөз айтпаса жақындарымыздан, біз қайырымға мұқтаж болып жүреміз. Қайырымдылық жасауға жалпы менің түрткі болған дүниені білмеймін, не деп айтатынын білмеймін. Бұл мүмкін менің де бұл өзімдік болмысым шығар. Маған жаңағы естіп сөйлеу қабілеті бұзылған балалармен сөйлесу қызық. Оларды қоғамға тарту. Мен есімде студенттік кезінде бір автобусқа кірген кезде сондай жаңағы балалар өздері жастар. Студент жастары шамамен бір бұрышта өздерімен өздері ғана сөйлесіп, 3-4 бала бірге тұрды. Барлығы соларға қарап тұр. Олар ешкімге қарамайды, өздерімен өздері сөйлесіп жүр. Өздерімен өздері кетіп қалды. Бір андай көріндім да, бір ана жерде автобустың ішінде мұғалім де бар, автобустың ішінде студент те бар, автобустың ішінде қарапайым адам бар, дүкенге кетіп бара жатқан адам бар. Бірақ дәл жаңағы кісілер бөлек болып барлығымыздың назарымызға түсті да, біз қоғамнан өзіміз оймен бір оларды бөліп тұрған сияқтымыз. Еуропаға баратын болса, оларда барлық жағдай жасалған, ондай адамдарға дағдылы түрде, қарапайым түрде қарайды. Сондан бастап ойлана бастадым, неге олар қоғамда бөлек болу керек? Сондай ең бірінші солармен сөйлесу маған өте қатты қызықты болды. Мен өзімше оларды зерттей бастадым. Тіпті әлемдік деңгейде олардың қандай мектептері бар, неге ондай мектептер Қазақстанда жоқ, неге әлемдік жаңағы мықты мотиваторлар оларға сияқты олардың араларынан шықпайды, оларда өмірді күресіп жеңіп келе жатқан адамдар. Біз өміріміздің алдымызға 12 мүшеміз сау болып бір белгілі бір қиындық келсе, қабағымыз деген қар жауып, көңіліміз түсіп кетеді. Ал олардың өмірлері қалай болып жатыр? Музыкасыз өміріңізді елестетіп көріңізші. Әнұранның музыкасын білмейсіз сіз. Ести алмаған адам сөйлей де алмай қалады екен. Енді өзінің дыбысын естімеген адам сөйлей де алмайды. Мүлдем естімейді.
ол үшін сөйлеу деген өмір қабілет жоқ. Ал ладно, музыка ғой, ал анасының дауысын қалай естімейді ол? Мысалы, манағы айтып отқан айналайынды ол естімейді. Сондықтан мен өзім сондай осы үлкен бір түрткі болды осы жігіттермен дос болуда. Бірақ мен ешқашан да олардың көзінше оларды мүсіркеген жоқпын. Оларға бір жылғабық танытқан жоқпын. Оларға давайте бүйтеміз, сендер сөйту керексіңдер, бұлай болу керек, солай болу керек демеймін. Университет кезінен бастап олармен дос бола бастадым. Қазіргі кезде өте көп мен ондай достарым. Мен оларды биыл қайырымдылық грант балда, ең бірінші жылы, бастап айтайын, ең бірінші жылы грант балда оларға Мақпал Исабекованың «Хабарласпа» деген әнін қолмен айтуды үйреттім. Бірақ Мақпалдың келетінін білген жоқ олар. Сөйтіп Орал үшін Астана мен Алматыға танымал адамдарды көру деген ол тағдырлы дүние. Таңғалмайсыз. Сіздерге Казбенеде ол тіпті тұрақты дүние, лифтіде бірге жүріп, бірге түскі ас ішесіздер. Ал Оралдағы адамдар үшін өте бір қатты жағдай. Олар танымал адамдарды біледі, барлығында олар таниды. Сосын қолмен оларды бір ай үйреттік, жаңағы «Хабарласпа» деп. Осы әнді таңдап, сол мектептің бір балдар қыздар бар, манағы жігіт те осы солдың қатарында бар. Ол бір таңғалатыным, өмірге құштарлығы соншалық, бір өлеңді естімеймін деген дүние жоқ. Жаңа бәрімен бірге бүйтіп алып, әні шырқап сөйтіп жатыр. Бірінші куплетінен кейін Мақпал шығу керек та, пушка түседі Мақпалға. Мақпал шықты, жаңағы жігіттер ән айтуын тоқтатты ғой барлығы сол кезде. Әйда жылап, көздерінен жас шықты. Ал Мақпалға да үйретіп қойған. Мақпал біледі ғой жаңағы ән бойынша. Ол да қастарына былай бірге барып, келіп айтып, орталарында бірге тұрып, бірге айтқан кезде, ана балдардың барлығы толқып жылап жатыр. Өздері істеу керек заданиені біледі. Олар әнді естімегендіктен алдағы жерде олардың мұғалімдері подсказка беріп тұрды да оларға. Содан кейін соңында флешмоб ретінде бүкіл сол кешке қатысатын, бал билейтін дебютанттарымыз барлығы соңғы куплетіне ортаға жиналып, оларға қарап тұрып бірге жасайды. Ол жерде барлығы бір үлкен эмоцияға батты. Сондай балдар жасаған. Яғни қайырымдылық грант балдағы басты мақсатым сондай мүмкіндігі шектеулі балаларға, жастарға мүмкіншілік сыйлап, елдің танымал өнерпаздарымен бірге ән айтуға жағдай жасап, оларға қошемет сыйлау. Жаңағы ән номердің соңындағы қошемет, оларға деген ілтипат, олар шынайы, олар заслужили оны. Олар аяп істемейді, көрермендер. Молодец, расымен де қолдарынан келеді екен ғой деп. Ал аяп істегенді олар білет, олар ақымақ емес. Олардың құлағы естімей, сөйлемесе де олар ажырата алады, қай уақытта оларды жай мүсіркеп тұрады, қай уақытта шынайы шапалақ оларға, шынайы қуаныш, шынайы махаббат оларға жетіспейді. Мен сол қайырымдылық балдағы басты материалдық көмектен бөлек ең басты рухани көмек демей-ақ қойын, рухани жаңағы қайырымдылығымыз сол болып табылады. Бірінші жылы солай болды, екінші жылы бізде көзі көру қабілеті бұзылған балалар мектеп-интернатына көмектестік. Ол жерде бізде Димаш Құдайберген, Жанар Дугалова, Бейбіт Кушкалиев, Алау тобы бірге барып өнер көрсетті. Үшінші жылға ұйымдастырғанда, биыл ғой жақында үлкен эксперимент жасадым. 100 дебютант жыл сайын таңдаймыз. 100 дебютантты мен олардың алдында бөлек бір менде мақсат тұрады. 18 бен 29 жас аралығындағы әртүрлі контингент таңдаймын. Жаңағы ішінде деген ауылдың жастары бар, қаланың жастары бар, байдың балалары бар, кедейдің балдары бар, студенттері бар, мұғалімдер, дәрігерлер, жаңағы әскери қызметкерлер мен таңдаймын. Сосын жаңа биыл 4 баласы бар көп балалы аналар таңдадым. Сосын депрессияда отырған жаңа жолдасымен ажырасып кеткен келіншектерді таңдадым. Соның ішіне мен әдейілеп биыл естіп сөйлеу қабілеті бұзылған 4 баланы осы, яғни музыканы естімей билеуді. Балдың кезінде оларды ешкім байқамай қалды. Ешкім байқамай қалды. Олар барлығымен бірдей аппақ киімде қыздар болды. Балдар бірдей смокингта болды. Көрсеткім келген мақсатымыз, мансабымыз қандай болса да, биік па, төмен ба, біздің әлеуметтік статусымыз қандай, жағдайымыз бар ма, жоқ па, соған қарамастан барлығымыз бірдей екенін көрсеткім келді. Мен биылғы сол мақсатым сол. Болашақта кітап жазғыңыз келе ме? Мәселен, Алпамыс Шаримовтың кітабы
экраннан үлкен жаңағындай экранизация ретінде, фильм ретінде түсірілетін болсын делік. Фильм ретінде болса, міндетті түрде осы фильмге кіретін сюжет қандай болу тиіс? Ол сіздің кішкентай кезіңізде алынған бір сәт болуы мүмкін. Не қазіргі таңда мына үлкен белестерде үлкен жұмыс атқарып жүрсіз. Қандай сюжет міндетті түрде осы фильмнен орын алу керек? Осы жөнінде ойланайықшы. Көп тақырыптар бар алдында. Өзі өмірлік зерттедім деп айтпай-ақ қояйын енді, бірақ жаңағы адамдармен тәжірибе алмасу арқылы, көп адамдармен сөйлесу арқылы жаңағы қызық. Мен бір Европаға көп саяхат жасаймын. Саяхат жасағанда мен әртүрлі жолмен жасаймын. Couchsurfing деген сервис бар. Сол арқылы мен өте белсенді қолданамын. Жаңағы танымайтын адамдармен барып танысып, сондай көп танымайтын адамдармен танысқанды ұнатамын. Тіпті біздің елде де солай. Мен шетелге барып, шетелдегі адамдармен ғана емес, өзім бірінші көрмей тұрған адамға бірінші қадам жасап, автобуста танысуға мен батыл қадам жасай аламын. Сондай кездерде өмірлік тәжірибе алмасып, мен қысқа ғана жазып қойып жүрмін. Сондан бір үлкен бір нәрсе шығатын болар. Жаңағы естіп сөйлеу қабілеті бұзылған балалар туралы бір үлкен бөлек кітап жазып шығару болады. Олардың әлемінде біз жоқпыз, бірақ олардың әлемі өте қызық. Олардың әлемі мүлдем. Сосын көзі көру қабілеті бұзылған балалармен. Маған былтыр көзі мүлдем көрмейтін баланың салынған бір суретін сыйға тартты. Сурет салған, көздің суретін салған. Үйде тұр сол картинкам. Ол мен үшін бүкіл алған сыйлықтардың ең қымбат сыйлығы болып табылады. Алпамыс, сіздің армандарыңыз көп пе? Жалпы бала Алпамыспен қазіргі таңдағы 26 жасар Алпамыстың армандары бірдей ме? Армандарыңыз орындала ма? Есіңізде болса, 5-ші класста ең бірінші география сабағы қосылады бастауыштан кейін. Сосын сіз оған деген тек Қазақстанның картасын көріп жүресіз. Содан кейін Қазақстанның картасы, үстінде мына жерде Ресей тұрады екен, мына жерде Қытай тұрады екен, астында Өзбекстан бар екен, Каспий арқылы сен жаңағы Әзербайжанмен көршілес ел болады екенсің деген сияқты маған Италия елінің картасын көрсетті. Италияның елінің картасын білесіз, етік сияқты. Анаған қызық көріп, мен балалық қой, ағайдан сұрайтынмын, Бекет Мырзакович, Бекет ағай, сонда ана етіктің қонышында тұратындар сасып жата ма деп әзілдейтінмін. Оған ағай да мән берген жоқ әрине. Бірақ сол күннен бастап Италияға қатты ғашық болдым. Біздің ауылда тіпті телефонның сейті де болмайтын. Жаңағы аудан орталығында сейт бар. Үйдің төбесінен шығамыз. Үйдің төбесінен шыққан кезде сейт ұстайды. Төбене крышада отырасың, открывашка Samsung болды. Сонымен Италия туралы қатты зерттейтінмін. Италия мен үшін кітаптарын оқыдым. Моника Белучидің сол кезде Италиядан екенін білдім. Андрео Бочелли сияқты мықты музыканттың бар екенін білдім. Италияға қатты ғашық болып, тура бір жылдан кейін 6-шы класста мектептің директоры мені жаңағы бана Бекет ағай, сол мектептің директоры өзінің кабинетіне шақырып алады. Мектепте жаңағы тәрбие бөлімі жөніндегі орынбасар, оқу бөліміндегі орынбасар бар. Мен Алпамыс жаңағыдай біздің неде облыста 25 баланы Италияға саяхатқа жіберу керек болып жатыр екен. Сені соның қатарына қосайын деп жатыр. Оны жаңа түсіндім, что ол біріншіден критериялар 91-ші жылғы тәуелсіздіктің құрдасы болу керек. Сосын деген жаңағы әлеуметтік жағдайы жаңағыдай статусы болу және белсенді оқу керек, сабағы 5 болу керек деген сияқты. Сол критериялар бойынша келген болып тұрмын, бірақ басқа ел емес, дәл Италия елінің болуы, сол бір жыл мен Италияға деген махаббатымның бір бумерангы осылай маған қайтты. Есімде екінші анама барып Италияға ертең саяхатқа барасың, ертең қой кезек, қайдағы Италия дейді да маған. Сол сияқты сол күннен бастап мен түсіне бастадым, арманға егер өте қатты берік және арманға деген сондай махаббатым мықты болатын болса орындалатынына. Оның тағы бір дәлелі IMC-ге жобасы болып жатырған кезде барлық халықты бір дүркіреге шулаған уақыты ғой. Қытайда жүрміз, Чаншада менің класстасым Айгерім деген маған WhatsApp арқылы біз анкета жазатынбыз да, кімді жақсы көресің, кіміне соған жіберген маған. Мен сұрақтар түсіріп алған, менің жаңа жауап бергенім түсіріп алған. Сенің арманың қандай дегенде, Витаспен дос болу деп жазыппын да. Ал қазір менің досым Витасты 4 орайтын әнші да, былай айтқанда. Сол сияқты Астанаға келгенде мен үй алуды армандадым. Бүгінгі таңда Астананың қақ ортасында мен өзім шаңырағым бар. Кез келген арманды ең бірінші, оған әрине кішкене көп адам философиялық тұрғыда басқаша көзқараспен қарайтын болар, бірақ арманға берік болып, оған ғашық болып,
ол арман орындалатынына сенетін болсаңыз, расымен де ол арман орындалады. Бірден бір өзіңіздің Инстаграм желісінде былай жазған болатыңсыз. Хас шебер өз шаршы алаңында қашанда мықты болу дейсіз. Осы пікірмен өзіңіз жалпы келісесіз бе, және сіз өз алаңыңызда еңбек етудесіз бе? Сіз өз алаңыңызда хас шеберсіз бе? Ешқашан да өзімнің бір бастаған ісімді соңына дейін жеткізбей кеткен емеспін деп толықтай айта аламын. Оған сол жерде қызмет атқарып отырған әріптестерім қол қоя алады. Мысалы, мен телеарнадағы істеген қайбір жобам болса да, ұлттық шоу, шетелдегі қазақ балалары жобасы, Димашпен атқарған жұмысым, кім маған бұл жерде теріс пікір білдіре алады? Ол пікірді Димаштың өзінен сұрасын. Мен атқарған жұмыстарыма байланысты Димаш жауап берсін бұл жерде. Сондықтан мен бір бастаған істі бітірмей ешқай жерден кеткен жоқпын. Бірақ бір нәрсе, көбінесе бір жыл өмірім өзгермесе, яғни бір жыл бір қызметте тұрақты тұрып қалсам, егер ол жерден бір баспалдаққа манағы мансап бойынша жоғарыламасам, мен тез өзгертуге тырысам. Бірақ артындағы дүние нүктесі қойылу керек. Артынан жақсы сөз қалу керек. Ойбай, мына іс бітпей қалды деген нәрсе болмау керек та. Сондықтан әр бастаған ісімді толықтай бітіріп, өзін шарықтау шегіне жеткізіп кетемін. Ал мен өзімді бір хас шеберге теңемеймін. Себебі ол өз адамның өз алдына өзін айтуы мақтау болып кететін бар. Оны әріптестерім, оны менің жұмыстағы атқарып жүрген тәжірибемнің жаңағы көріп жүрген адамдар, мамандар дәлелін беретін болар. Мысалы, қайырымдылыққа жыл сайын Оралға келетін әншілердің біреуі де менен бірде-бір қаржы алмайды. Олар мені жұмысымды бағалайды, істеп жатырған істерімді көріп, соларға өздерінің бағасын беру арқылы келеді. 3 жыл бұрын мен Жанар Дугалова, өмірлік мықты досым, бірде-бір шарамнан 3 қалаға ұйымдастырдым, бірінші грант алды мен. Біреуінен де ақша алған жоқ. Асылхан Төлепов, Тәуекел Мүслім, Мақпал Исабекова, Димаш, тағызы, биыл Ләйла Сұлтанқызы, Ерке Исмахан, Гүлнұр Оразымбетовті өздерінің билеттерін өздері алып, Ренат Гайсиндар, біз келейікші, сенімен бірге болайықшы, сонымыз жеткілікті бізге деп. Ол ойлаймын, егер де адамның репутациясы, имиджі, жаңағы өзінің ортасы қалыптаспаса, қазір әншілерді қайырымдылыққа көп шақырады ғой. Кез келген адам қайырымдылық жасауға құмар, оның арты жақсы ма жаман ба белгісіз. Бірақ бұл жерде адамның өзінің атқарып жатқан істеріне, әріптестерінің көзі жеткен кезде, оның ортасы толысады да, сондай кезде жаңағы бумеранг деймін, манағыдай жақсылыққа жақсылықпен жауап қайтады. Тәжірибеңді жинасаң, тәжірибеңмен бөлісе көр деген екен дана халық. Сіз өз тәжірибеңізбен жалпы бөлісуге дайынсыз ба? Дәріс оқып, артыңыздан шәкірт тәрбиелеуге уақыт келді деп ойлайсыз бе? Мен дайынмын. Жасым 96-да, 86-да болмаса да, 26 жасқа дейінгі көргенім бар. Жасағаннан без көп көргеннен сұра дейді ғой. Мен бұл жерде расымен де мен өзімді шетелдік мықты медиа менеджерлардың, медиа мамандардың тренингтарына барып дәріс алудан өз бетімше мен ешқашанда шаршамаймын. Олардан алғанымды келіп бөліспесе, бұл менің кінәратым болып табылады деп ойлаймын. Егер шық бермес шығайбай болып, өзімді білгенімді мен біліп алдым, мен бір салада жетістікке жетіп алуым керек, содан кейін барып бөлсем десем, бұл қате деп ойлаймын, білмеймін. Биыл әр күнге махаббатпен деген үлкен мотивациялық мастер-класс ұйымдастырдым Орал қаласында. Евровидение байқауының жеңімпазы Эльдар Гасымов қатысты. Ол да менің досым келіп тегін қатысты. Жаңағы медиада өзінің біліктілігі арқылы танымал болған журналист Жанар Байсемізова қатысты. Махаббаттары арқылы әлем түгіл, барлық Қазақстан түгіл әлемді дәлелдетіп, өздерінің махаббатымен үлкен дертке дес бере берген Анель мен Марлен қатысты. Көз жанарлары көрмесе де танымалдылыққа ие Сәт тобы қатысты. Осы әрбіреуіміз өмірлік бір тәжірибемізді бөлістік та, сондай кезде шараның соңында кетпей қойған көрерменнің махаббаты, олардың ілтипаты, қошеметі мені бұл эксперимент түрінде ол бірінші ұйымдастырғанға тақырыбын әдейі әр күнге махаббатпен деген тақырыппен алдым да, расымен де әр күнге біз махаббатпен қарауымыз керек. Ертеңгі күн бола ма болмай ма білмейміз. Бүгінгі күн жаңбыр жауып тұр,
бұлттанып тұр, үйде жата тұрайын десек, бұл күннің несібесін, махаббатын біз ала алмай қаламыз да. Бүгін мен егер күн бүйтіп тұр, ойнап қояйын деп өтірік айтып, сізге басқа үйден шықпай көңілім не істесе, бүгін сізбен таныспас едім. Сол сияқты дүниеде, ал сондықтан тәжірибе бөлісуге мен дайынмын және бармын деп айтамын. Алпамыс, сізге медиа мектеп орталығының атынан мұнда бір алғысымызды білдіреміз. Алтын уақытыңызды бөліп келіп, бүгін мынандай әдемі сұхбат бергеніңізге мұнда бір алғыс. Сау саламат болыңыз.